Шульманның үш әдісін алуымыздың себебі ақпаратты қабылдайсың, оны жүрекпен сезінесің, қолмен ұстайсың, бұның барлығын қабылдайтын не? Әрине көз. Яғни көз ол 90% ақпаратты қабылдайды деп шештік. Бұл біздің өн бойымызда жүріп жатқан дүние. Толықтырдық. Көзге алдық. Мысалы, ақпаратты қабылдайтын көз қой. Сенесіздер ме? Көз ол ақпаратты қабылдағанмен, ол теріс көреді да ақпараттың барлығын. Ал секундқа жеткізбей, мына көзге жауап беретін бізде шүйде деген бар. Сол шүйде ақпараттың барлығын, қазір мысалы сіздердің бейнелерін ізденімпазбыз, біз шығармашылығымыз ізденіміздер. Сатысы да бар, есігіміздің алды гүлге жайнап тұр, ағаштар отырғызылған, және ол ағашымызды жануарлар жеп кетпесін деп қоршап қойдық, тротуарымызға асфальт құйылған. Үйіміздің керегесі кең, терезесі тең, түтіні шығып тұрған қазақтың әдемі бір қара шаңырағы. Назарын фундаментқа аударғымыз келіп тұр. Себебі үйіміздің фундаменті өте биік, әрі кірпіштен жасалған, қызыл кірпіштен жылы болады, және астында қалың бетонмен құйылған. Себебі қазіргі табиғи апаттарға байланысты енді фундаментін өте биік жасадық. Оны мектеппен ассоциация құрдық. Себебі бастауыштағы алынған жақсы құйылған фундамент, білім, ол болашақта балаға жол сілтейтін нағыз тұлға болып қалыптасуына себепші. Ол оқушыны адам қылатын да, болашаққа көзін ашатын да мына біз ұстаздар біздерміз. Келісесіздер осыны? Өте жақсы. Немелестерге зейінді шоғырландыру деген бір әдіс тәсілім бар. Соны көрсетейін, егер білетін болсаңыздар үндемеңіздер. Зейін оқушының салсын сабағыңыз рахмет.
Сізге шығармашылық табыс тілеймін. Көп нәрсені үйрендік деп ойлаймын. Осы үйренгеніңізді пайдаланып, сіздердің жолдарыңыз берсін. Өте керемет, бәріңізге шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Мне бүгінгі облыстық семинар жаңа бірқанша сұрақтарға кірді. Керемет ұстаздардың сұрақтарын тәжірибе алмастық, үйрендік жастардан, неше түрлі әдіс тәсілдерін, барлығы керемет. Бүгінгі күнде өтіп жатқан каучингтің өзінде де қаншама дүниелерді үйреніп жатырмыз. Барлығын өзімізге алып жатырмыз, жақсы сұрақтар. Сіздерге үлкен рахмет. Рахмет сізге де. Бүгін семинарда біріншіден қанша қауышып отырмыз, әріптестермен танысып отырмыз. Біріншіден, екіншіден сізге рахмет. Осында ұйымдастырып, әртүрлі әдіс-тәсілдерді көріп, балаша қуанып отырмыз. Сөз үшін керек. Өте тамаша, керемет. Сізге шығармашылық табыс тілеймін. Осындай жаңа эмоция, жаңа көңіл-күй сыйлай беріңіз. Шын биіктен сізге үлкен рахмет. Енді әріптестер, мен өзімнің сөзімнің соңында Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атамыздың керемет бір сөзі бар екен. Адамның екі тірегі бар дейді. Біреуі үйренуден жалықпау дейді, екіншісі үйренуден аянбау дейді. Мен өзім